Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл видеода мен сіздермен батон нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерде де жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын осындай батондар шығатынына мен сенімдімін. Ыдысқа алдымен жылы су, одан кейін қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды құйып араластырып, одан кейін біртіндеп ұнды илектен өткізіп саламыз. Ұнды мөлшерден көп қып салуға болмайды, себебі егер сіздердің қамырларыңыз тығыз болып кететін болса, батондарыңыз да тығыз болып қалады. Видеода көрсетілгендей қамырымызды илейтін боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді оны жақсылап майлап, ыдысқа салып, бетін жауып шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін қамырымыздың бір рет иін қайтарып, видеода көрсетілгендей етіп илеп аламыз. Одан кейін қамырымызды сәл майлап, бетін жауып, жылы жерге жақсылап қамырымыз көтерілуі үшін шамамен 40-50 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз 40 минуттан аса уақыт тұрды, жақсылап көтерілді. Видеода көрсетілгендей мен қамырды екіге бөліп, 2 батон жасайтын боламын. Егер сіздер бір үлкен батон жасағыларыңыз келсе, онда екіге бөліп қажет емес, біреуін алып, үлкен батон жасасаңыздар да өз еріктеріңіз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымызды бірінші бір жағын, одан кейін аударып, екінші жағын осылай басып, қамырымызды жаятын боламыз. Енді осылай қамырымыздың шектерін қыстыра отырып, батонымызды ораймыз. Дайын болған батонымызды жақсылап майланған табамыздың үстіне қоямыз. Екіншісінде дәл осылай жасап, табамызға қоямыз. Шамамен 10 минутқа қамырымыз көтерілгенше бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен осындай сызықтарды сызып шығамыз. Сәл сұйық май мен суды араластырып, батонымыздың бетін осылайынан жағып шығатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жұмыртқаның сарысымен де жақсаңыздар болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке батонымызды салып, шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің батон нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал иісін тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет, иісі деген мұрынды жарады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің отбасымыздағы барлығына ұнады. Сіздердің отбасыларыңызға да ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап, комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің каналымда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Ажар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.